Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай бүтіндей тауық етін пісіретін боламын. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Бізге бүтіндей тауық еті керек, және кішкене майонез, қара бұрыш және приправа. Кез келген тауық етіне арналған приправа керек болады. Қанша грамм екенін өлшемедім, шамалап салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып алып, осыны тауыққа жағамыз. Барлық жерін қалдырмай жағып шығамыз. Мұқият жағып шыққасын, бұны 1 сағат және 1,5 сағат бетін жауып қойып қоямыз. Мен мына жерде тіс шұқышпен шұқып шықтым. Тесіп, себебі майонез арасына кіру үшін өте дәмді болады. Міне енді бетін жауып 1,5 сағатқа қойып қоямын. Бұл қалған майонезді, картошкамызды мариновать етемін. Міне кішкене картошка ашып дайындап қойдым. Осыны тауықтың етін духовкаға салмас бұрын, жарты сағат бұрын мариновать етіп қоямын. Менде ровно 1 сағат өтті. Енді осыны печкамыздың ыдысына салып, духовкаға саламын. Мен ішіне картошка салдым, қалай болады екен деп. Картошка салудың қажеті жоқ екен, себебі картошкалар ішінен түсіп кетеді. Оның орнына жеміс салсаңыздар әдемі болады екен. Жан-жағына қалған картошкамызды салып, лимонмен араластырып қойдым. Енді бұны духовкада 180-200 градуста 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Оны печкаларыңызға қарай пісіресіздер. Міне менде дайын болды. Ішінде картошкалардың бәрі түсіп қалды. Кішкене мен күйдіріңкіреп жасадым. Ыстық болғасын кесе алмай жатырмын. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, тіркелуді ұмытпаңыздар.